Судья Сержан Айнабеков қараған іс жабық өтті. Сот отырысына белсендінің қамқоршысы ретінде қызы Айнұр Әшімова, заңды өкілі, адвокаты мен тергеуші ғана қатысты. Белсендінің өзге туыстары мен қолдаушылары соттың күту залында отырды. Айнұр Әшімованың айтуынша, анасы Ардақ Әшімнің денсаулығы қалыпты. Әлі күнге тек отбасы мен туыстары алып барған тамақ пен суды ішіп жүр. Мама ондай жынды емес, ешқашан жындымен ауырмаған дәлелдейтін бізде де қағаздарымыз бар оның. Бұлар енді өтірік подделка, выпискамен заключение беріп, мамамды жатақханаға тығып отыр, мера безопасности. Сол туралы, сол подделканың оның бәрін доказать ете аламыз. 31 наурыз күні белсендіні облыстық ішкі істер департаментіне тергеуге апарып, сол күні сот қаулысымен еркінен тыс жүйке аурулары диспансеріне жатқызған. Ардақ Әшімнің туыстары оның бұрын жүйке аурулары диспансерінде тізімде тұрмағанын айтады. Бүгін облыстық сотта өткен баспасөз жиынында судьялар белсендінің жүйке ауруы бар екенін дәлелдейтін тұжырым жасалды деді. Қазір емдеуді қажет ететіндігі жөнінде тұжырым болған медицина медиктерден, оның ішінде психиатры бар, психолог бар, бір топ қой енді ішінде 4 маманнан тұратын эксперттер бар, сарапшылар. Солардың қорытындыларына біз сүйендік. Бұған дейін диспансер басшылығы азаттыққа белсендінің бұрынғы аурулар есебінде бар жоғы туралы ақпарат бере алмаймын деген. Ал судьялар бұл мәселені анықтау соттың жұмысы емес дейді. Оның нақты психдиспансерде учетта тұрған-тұрмағанын тексеру деген қазір соттың құзыретіне кірмейді. Сотқа жинақталып келген мәлімет бар, сотқа келген қорытынды бар, берілген соның шеңберінде қабылданды. Ал егер жаңағы Ардақ Әшімнің тарапынан сол мәселелерді даулаған жағдайлар болып жатқан кезде, сол мәселенің шеңберінде қаралатын болады. Ардақ Әшім диспансерге жатқызылған соң Шымкентте белсендіні қолдау комитеті құрылған. Комитет өкілдері сау адамды диспансерге мәжбүрлеп жатқызу совет кезіндегі әдіс деген. Бұл қоғам белсендісі, қоғамдағы болып жатқан түрлі келеңсіз мәселелерді көтеріп жүрген азаматтың аузын жабу, оны бопсалау, қорқыту, сол сияқты мүмкін қасында жүрген басқа азаматтарды да, соның ішінде біздің де қоғамдық ұйымдарда қорқыту үшін жасалып жатқан әрекет. Содан ол Ардақ Әшімді біз қорғауға барлық күш-жігерімізді жұмсайтын боламыз. Ардақ Әшім қоғамдық белсенді блогер. Оны былтыр Оңтүстік Қазақстан облыстық ішкі саясат басқармасы латын әліпбиіне қатысты Фейсбуктегі жазбасы үшін сотқа берген. Бірақ сот қылмыстық құрам жоқ деп істі қысқартып тастаған. Ал биыл наурыз айында шымкенттік тағы бір белсенді Сүйін Абдулла Ардақ Әшім Фейсбук әлеуметтік желісі арқылы қадір-қасиетім мен ар-намысыма тиді деп сотқа жүгінді. Сот ісі әлі жалғасып жатыр. Бұған қоса Ардақ Әшімнің үстінен тағы бір іс қозғалған. Шымкенттің Абай аудандық соты белсендіні әлеуметтік желіде билікке қарсы түрлі мазмұнда теріс мақалалар жариялады деп қылмыстық кодекстің 174 бабы бойынша күдікті ретінде жауапқа тартып жатыр. Нұрбек Түсіпхан, Дилара Иса, Азамат Жанқатов, Азат Ньюс. Келеді қазір сосын бірге барам, бір адам тастап кетіңіз. Адвокатпен бір адам тастап кетіңіз маған. Бірге жүре берсінші общенің қасында. Жоқ, мен кім қандай общее? Это видео снято 15 марта. Рано утром в дом активистки пришли полицейские с оружием. Заявив, что Ардақ Әшім обвиняется по статье 174 в разжигании розни, силовики начали обыск. Изъяли смартфоны и компьютеры. Саму Ардақ увезли в полицейский участок, а после допроса доставили в морг. Мама понятия не имела, зачем она пришла в морг. Ну, она подумала, все, сейчас меня там начнут резать. Ну, всякие мысли ей там пришли в голову. Оказывается, там сидели члены комиссии, судмедэкспертизы, члены комиссии. Она об этом пока не знала. Ардақ Әшім вновь вызвали в полицию 31 марта. Уже в участке активистка узнала, что суд назначил ей месяц принудительного лечения в психиатрической клинике. Судья Айнабеков опирался на результат экспертизы, а также на согласие социального работника местного акимата. Оказывается, чужую женщину назначили опекуном Әшім, и это при живых муже, дочери и десятки других близких родственников. Огромные сомнения насчет этой самой медицинской составляющей. Потому что каждое, все, что я тут читаю, или весь контекст, включая от назначения опекунов до недееспособности, до отсутствия записи в медицинской карте, демонстрирует только одно. Что все это, очень, не беру сейчас утверждать, что все это сфальсифицировано, но у меня есть очень серьезные по этому поводу подозрения.
Следствие по разжиганию розни в отношении Ардак Ашим началось с заявления некоего гражданина Айкозова. В качестве доказательств записи и репоста на странице в Фейсбуке. Ардак, как блогер, активно комментировала митинги по земельным вопросам, писала о нарушении прав учителей в области. Несмотря на громкую статью, руководство МВД не в курсе дела Ашим. Вы вообще знаете что-нибудь про этот случай? Нет, мы вам письменно дадим этот вопрос, да. Конкретные вопросы.